Бұл байқау осымен 20 жыл қатарынан өткізіліп отыр. Былтыр конкурстың алғашқы кезеңінде 189 ауылдық округ пен облыстың 3 қаласынан 50 мыңға жуық қатысушы өтінім берген. Солардың ішінен 129 солист орындаушы мен 86 көркем өнерпаздар ұжымы іріктеліп алынды. Гала концертке мен 3 ауданның үздік деген оркестрлер ұжымын алып келдік. Солармен сахнада жұмыс істеймін. Бұлар Ерейментау, Аршалы, Целиноград аудандары. Жалпы дайындық өте күшті. Осы тақырыпқа байланысты облыстық мәдениет басқармасы жалпы Ақмола облысының мәдениет қызметкерлері керемет жұмыс атқарды. Оның нәтижесі ретінде бүгінгі гала концерт соны көрсетіп отыр. Шара аясында көрме де ұйымдастырылды. Оған 1000 шебер қатысып, 3000-нан астам түрлі жанрдағы бұйым ұсынылды. Бұл іс-шара жастарға арналған. Мені бұл концертке оларға тәлім-тәрбие беріп отырған оқытушы ретінде шақырды. Бұл жерде менің үйірмеме келетін балалардың жұмыстары көрсетілді. Бүлдіршіндер осының бәрін біз халыққа көрсеткен кезде ғана шабыт алады. Салтанатты шараға облыс әкімі Ермек Маржықпаев та қатысты. Біз мәдениет саласында үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Өткен жылы 20-ға жуық нысан жөндеуден өтті. Оған бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ біз Ерейментау ауданының Айдабұл, Баратай, Новомарковка ауылдарында мәдениет нысандарын аштық. Ақкөлдегі мәдениет үйі де жөнделіп жатыр. Пригородная, Новомарковка, Подгорная ауылдарындағы нысандарға қазандық сатып алынды. Бұл байқау шығармашылық ұжымдар мен орындаушылардың жоғары деңгейін көрсете білді. Облыстық маңызы бар қалалар, орталығы қала және ауыл болатын аудандар арасында анықталды. Бірінші орынды Қосшы қаласы, Целиноград пен Атбасар аудандары еншіледі. Оларға автокөліктердің кілттері табысталды. Ал екінші, үшінші орынға жайғасқан жүлдегерлер ақшалай сертификаттар мен кеңсеге қажет техникалармен марапатталды. Омсындық Наурызбаева, Зарина Бекқалиева, Темірлан Сәлімов, Көкше ақпарат.